Екібастұз қаласы мемлекеттік кірістер басқармасының өндірістік емес төлемдерді әкімшілендіру бөлімінің мамандарының айтуынша, жылжымайтын мүлікті сатпаған және шетелде мүлкі жоқ немесе шетелдік банктерде шоты жоқ жеке тұлғалар 240 нысандағы жеке табыс салығы декларациясын тапсырмайды. Ал енді бір жылдан кем меншік құқығында орналасқан мүлігін өткізу кезінде құн өсімінен түскен табысы болған. Соның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті өткізуден кірісі болған жеке тұлғалар 240 нысандағы жеке табыс салығы декларациясын тапсыруы міндетті. Жеке тұлға меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт ішінде сату кезінде құн өсімі өскен жағдайда мүліктік кіріс туындайды. Мысалы, бүгін сіз 10 миллионға квартира алдық деп санайық. 6 ай өткеннен кейін сіз сол квартираны 11 миллионға сатасыз. Сол кезде мысалы 11 миллионнан 10 миллионды аламыз. Миллион теңге сізде мүліктік кіріс болып саналады. Және төленетін салықтың ставкасы 10%. Миллион теңгеден сіз 10%, значит 100 мың төлеу керек боласыз. Ол төлемнің өзінің уақыты бар. Мысалы сіз мүліктік кіріс алған жылдан кейінгі жылдың 31 наурызына дейін сіз 240 формадағы декларацияны тапсыру керексіз. Және де төлемді сіз кіріс алған жылдан кейінгі жылдың 10 сәуіріне дейін төлемді төлеу керексіз. Егер де сіз кафе, асханаларды сатсаңыз, онда бір жылдан аз уақыт деген саналмайды. Онда даже мысалы 10 жылдан алсаңыз, ол мүліктік кіріс пайда болады ол кезде. Сондай-ақ 240 нысандағы жеке табыс салығы декларациясын Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі көздерден кірістер алған резидент, еңбекші, көшіп келуші, жеке практикамен айналысатын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орналасқан шетел банктеріндегі банк шоттарында ақшалары бар, жылжымайтын мүлікке меншік құқығы бар, бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі бар жеке тұлғалар тапсыруы тиіс.